Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылымының кейбір мәселелері туралы жарлығы негізінде 2022 жылдың 8 маусымында Жетісу облысы Талдықорған қаласынан Алматы облыстық кітапханасы 1000 жылдық тарихы бар Алматы қаласындағы Саймасай Тәтібек көшесіндегі ғимаратқа көшірілді. Қазіргі уақытта облыс қарамағында 143 кітапхана, яғни 2 қалалық, 9 аудандық, 132 ауылдық кітапханалар бар. Облыс кітапханалары халықаралық, республикалық, облыстық, аудандық, ауылдық жобалар мен мәдени іс-шаралар дамуына елеулі үлес қосып келеді. Алматы облысының Нарынқол ауылында қазақ балалар әдебиетінің көрнекті классигі Бердібек Соқпақбаевтың ғасырлық мерейтойына ЮНЕСКО көлемінде Түрксой халықаралық ұйымы бір кітап акциясы аясында жазушының туындыларынан түрік тілінде, француз, Әзербайжан тілдерінде аударылып 4 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. Жалпы 4232 шара өтті. Биыл өңіріміздің бір туар азаматы, күйші, сазгер, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 100 жыл толуына байланысты ЮНЕСКО көлемінде мерейтойы тойланып жатыр. Қазіргі уақытта композитордың туған жерінде қазақ музыкасын сайыпқыран атты кеш ұйымдастырылып, 50-ден аса мәдени іс-шара өтті. Туған жерге тағзым жобасы аясында қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, жүректен шыққан поэзияның шебері, Қазақстанның халық жазушысы Тұманбай Молдағалиевтің 90 жылдығына орай республикалық, облыстық байқаулар мен түрлі іс-шаралар өтуде. Қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасы бар. Халықаралық Алаш әдебиет сыйлығының иегері, ақын, драматург Бақыт Беделханның 50 жас мерейтойына орай республикалық, облыстық, қалалық, аудандық, ауылдық кітапханаларда мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. 2019 жылдан бастап нағыз оқитын кез және әр кітап бір сандық, тез оқуды үйреніңіз, мақал сөздің мәйегі облыстық мақал-мәтел сайысы, туған жерге тағзым жобалары аясында облыстық жылдам оқу сайысы тұрақты өткізіліп тұрады. Осы аралықта тез оқуды үйреніңіз жылдам оқу сайысына 4800 қатысушы, мақал сөздің мәйегі облыстық мақал-мәтел сайысына 3000-нан астам қатысушы қатысты. Кітапханамыздың оқырмандары абайтану, шәкәрім, мұқағали оқуларына қатысып, жүлделі орындарға ие болуда. Ең басты жетістігіміз Білте қоғамдық қорының президенті Мақпал Мұсаның бастамасымен шыққан «Айналайын ерекше балаларға арналған әңгімелер мен өлеңдер жинағының жарыққа шығуы. Бұл Қазақстанда жалпы әлем бойынша Брайль қарпіндегі қазақ тіліндегі алғаш кітап. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда адалдықтың маңызын ерекше атап өтті. Осы идеяны қолдай отырып, кітапханамыз адал адам, адал еңбек, адал табыс бастамасы аясында жаңа әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда. Яғни, кітаптарды оқырмандардың үйіне тегін жеткізу қызметін тұрақты 15 оқырманға ұсынамыз. Итальян жазушысы Жеронимо Стилтонның «Мың ғажайып Италияға саяхат» және Марко Полоның «Шытырманға толы саяхаттары» кітаптарының таныстырылымы өтті. Заманауи талаптарға негіздеу мақсатында 2024 жылы Қонаев қалалық кітапханасы модернизациядан өтті. 2025 жылы 3 кітапхана модернизациядан өткізіледі. 2025 жылы Қазақстан халқына қорымен келісімшартқа отырып 30 ауылдық кітапхана модернизациядан өтеді. Алматы облыстық кітапханасы 2024 жылы САП 1564 мектебі атты жобасын іске асырып, аудан, ауыл кітапханаларының мамандарының арасында кәсіби біліктілігін жетілдіру курсын өткізді. Электронды каталогқа 2025 жылдың 1 мамырына дейін 1.870.076 дана құжаттар енгізілді. Кітапханамыздың қызметкерлері жылдың үздік жас кітапханашысы 2023 республикалық кәсіби шеберлік байқауында кітапханашы Ертай Біләл бас жүлде және қаржылай марапатқа ие болды. Тахауи Ахтановтың 100 жылдық мерейтойына орай «Сан қырлы талант» атты республикалық байқауына Байжұма Дінмұхамед 2-ші дәрежелі диплом алды. Бүгінгі таңда атқарылып жатқан барлық шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылып, өз нәтижесін беріп жатыр. Бұл жұмыстар туралы ақпараттар мерзімді баспасөз беттерінде де, теледидар мен интернеттегі бұқаралық ақпарат құралдарында да кеңінен жарияланып келеді. Және де біз ақпарат құралдарымен тығыз байланыста жұмыс істеп, әрбір маңызды жаңалықты оқырмандарымызға, жастарымызға уақытылы әрі нақты жеткізуге күш салып келеміз.